Барлығына сәлем. Мындай форматтағы видеолар көп болды шықпай қойғанда, жалпы видео шығуы біраз уақытқа тоқтап қалды. Өйткені менде осы жылы 5-ші курста аяқтап осы экзамендер болды. Сол себепті де дұрыс ютубқа көңіл бөле алмадым. Осы экзамендерден кейін өзіме кішкене демалуға уақыт бердім. Енді қазір мен үйде демалыстамын. Сол себепті де жаңа форматтағы видеоларды жиірек салып отыруға ниеттеніп жатырмын. Сіздерге көбірек білім беруге, ол білетін нәрселерімді түсіндіруге, пайдалы болатын ақпараттармен көбірек бөлісуге ниеттеніп жатырмын. Сол себепті де сіздерден тек қана қолдау күтемін. Егер де менің видеоларым пайдалы болса, қазіргі айтатын сөздерім, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Бұл мен үшін жақсы мотивация болады. Бүгінгі видео негізінен 11-ші сыныптарға арналады, медицинаға түсейін деп жатқан. Бұл жайында негізі ертерек видео жазу керек еді, бірақтан мүмкін бұл видеоны енді көресіңіздер, немесе алдағы келесі жылы көресіздер. Медицина таңдайтындарыңызбен құттықтаймын. Бірақтан медицинаға түскен кезде мен өзім білмеген жайттарды, не жағдайларды білу керек екендігін айтып өтпекшімін. Біріншіден, медицинаға түсу тестке дайындалатын кезде, биология химия таңдайтын кезде дұрыстап ойлану керек. Шынымен де осы мамандық менің мамандығым ба? Шынымен де мен өзімді медицинада көре аламын ба? Өйткені көбісі оқуға түскен кезде кинодағыдай оймен түседі. Мысалға доктор Хаус болсын ба, әртүрлі енді кинолар бар, содан естіген адамдардың естігені немес соны қызығып түседі. Бірақтан өмірде бәрі басқаша болуы мүмкін. Сол себепті де соның барлығын ескеру керек. Шынымен де мен өзімнің бірінші 5 жыл бакалавр, кейін 2 немесе қазір 1 жыл, точносын білмеймін, интернатураға оқи аламын ба, кейін одан кейін резидентура 2 жылдан 4 жыл одан артық оқуды бітіргеннен кейін ғана тоқтап қалу емес. Қосымша өзіңнің білім алуыңды жалғастыру, өйткені қазіргі таңда барлық сала дамып жатқанда медицинада қарқынды дамып жатыр. Мен солай өзім күнде оқи алуға, оның үстіне науқастармен қатынас жасауға, оларға дұрыс ем тағайындауға, олармен бәрібір конфликт жағдайлары болады, соның барлығына дайынмын деген жағдайда ғана оқуға түсу керек. Оқудың өзі оңай деп айта алмаймын, өйткені сенде бір күнде бүкіл бір аптада циклмен анатомияны оқып шығу керек болады, кейін басқа сабақтардың барлығын алып жүру керек. Соның барлығын ойлап, қызығушылықпен қана емес, кішкене айтады ғой, холодный разум, соны да қосу керек. Егер де мен 5 жыл оқуға, кейін дұрыс жұмыс жасау қиындау болады. Қазір енді онлайн, бірақ бәрібір кейбір адамдар жасай алады, кейбір адамдар жасай алмайды. 10 адам болса, соның 4-еуі ғана жұмыспен сабақты бірге алып жүреді, 6-ы алып жүре алмайды. Сол себепті де мен соның барлығына дайынмын ба, соның барлығын ойлану керек. Мысалға, егер дайын болмасаң, тағы да ойланып көру керек. Мүмкін уақытыңды босқа құрттым деген кейін өзіңде өкініш болып қалмау үшін. Соның барлығын ойлана отырып, медицинаны таңдау керек деп ойлаймын. Өйткені көбісі солай қызығушылықпен немесе ата-анасының қалауымен түсіп алады оқуға. Оқуды оқып жүреді, оларға біріншіден сабақ қиын беріледі, өздерінің қызығушылығы болмағаннан кейін. Екіншіден, олар үшін медицинаның ішкі кухнясы ұнамайды. Сол себепті де оқу бітірмеуі де мүмкін, немесе бітіргеннен кейін де жұмыс істесе, өзінің махаббатымен, өзінің қалауымен жұмыс істемеуі мүмкін. Сол себепті де жұмыстан шығып кету, немесе басқа да бір келеңсіз жағдайларға тап болуы мүмкін. Сол себепті де ең бірінші мен осы мамандыққа өзімнің бүкіл өмірімді арнай аламын ба деген сұрақ қойып, содан кейін ғана медицина таңдау керек. Мен өзім оқуға түскен кезде ондай нәрселер болатындығын білген жоқпын. Ондай кеңес айтатын ешкім болған да жоқ. Қазақ тілді аудиторияда, қазақ тілді ақпараттарда мүлдем медицина жайлы болған жоқ. Қазіргі таңда медицина туралы ақпараттар, студенттер өте көп. Соның барлығын қарап, шынымен де осы мамандыққа мен дайынмын ба деген сұрақты қойып, содан кейін ғана тапсыру керек. Ішкі жан дүниені тыңдай білу керек. Мына қыз шығып алып, менің оқуға түсейін деп жатқан желаниямды қайтарып жіберді деген сұрақ болмасын. Жай ғана менің айтқым келеді. Оқуға түскеннен кейін, 1-2 жылдан кейін, немесе оқу бітіргеннен кейін өкініп қалмау үшін, уақытты босқа